Тариф ОСМС на операцию на аппендицит стоит 165 тысяч тенге. В Германии операция на аппендицит стоит 7 тысяч евро. И когда вы вообще этот приказ собираетесь отменить? Одан кейін қайда барсаң, онда бар, қайдан ем тапсаң, онда бар, тастаймыз да кетеміз. Сонымен үкімет тастап кетті, екі көзің көрмей қалады деп айта саламыз ба сот? Есть уверенное чувство, что на УСМС наживаются. И это мнение не только наших граждан, это мое субъективное мнение как юриста, как депутата, как гражданина. Можно с уверенностью сказать, что отдельные медики превратились в вымогателей в белых халатах. Мы сами создали этого монстра, пожиратели государственных средств УСМС. Сегодня в Казахстане все платное, за исключением разве что среднего образования. Ақмарал Шәріпбайұлы, осы бойынша ақпарат беріңіз болашақта. Сондықтан Ақмарал Шәріпбайұлы, сізге бұл жұмыста қажыр тілеймін, өзім тілеймін. Жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар, мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын. Енді күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшейік. Бірінші мәселе Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы жөнінде бүгін бірінші оқылымда қарайтын боламыз. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. Құрметті Ерлан Жаханұлы, құрметті депутаттар, ең алдымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің жетілдіру мәселелері бойынша заң жобасын қарау кезіндегі ерекше көңіл бөліп, бірлесіп нәтижелі жұмыс жасағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Енгізілген заң жобасының негізгі ережелері, олардың негіздемелері мен күтілетін нәтижелері туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Қазіргі уақытта денсаулық сақтауды қаржыландыру аралас бюджеттік сақтандыру моделі бойынша жүзеге асырылып жатыр. Дегенмен тегін медициналық көмекпенен және МЭМС 2 пакетінің болуы әкімшілік басқарудағы қиындатып және толыққанды сақтандыру жүйесіне көшуді баялатуда. Мемлекет басшысының 24 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында мемлекеттің мүмкіндігі менен міндеттемелерін ескере отырып, медициналық көмектің бірыңғай базалық пакетін қалыптастыруды тапсырған болатын. Ал одан өзге шығынның бәрі сақтандыру жүйесі арқылы төленуге тиіс. Бұл ретте жергілікті атқарушы органдар жауапкершілігін арттырған жөн. Әлеуметтік жағынан осал топтағы кейбір азаматтар үшін медициналық сақтандыру жүйесіне аударылатын төлемдер жергілікті бюджет есебінен бөлінуі тиіс деп тапсырды. 2027 жылдан бастап қаржыландырудың сақтандыру үлгісіне көшу барысында осы заң жобасының шеңберінде мына нормалар көзделіп отыр. Біріншіден, медициналық көмектің бірыңғай базалық пакетінің енгізілуі, әлеуметтік маңызы бар ауруларды ерте диагностикалау бөлігінде мемлекет кепілдіктерді кеңейтуге және медициналық көмек пакеттерінің қарапайымдылығы менен түсінікті болуын қамтамасыз етуге, пакеттер арасындағы медициналық қызметтердің бір-біріне көшуін болдырмауға және азаматтардың МЭМС жүйесіне толыққанды қатысу үшін ынталандыруды бір мезгілде жасай отырып, денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді. Екіншіден, жүйенің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап МЭМС жүйесіне жарналарды есептеу үшін базаның жоғарғы шегін арттыру ұсынылады. Бұл өзгерістер барлық жалдамалы жұмысшылар менен оларға жұмыс берушілердің шамамен 9%, яғни 508 мың адам көлемінде әсер етеді. Себебі қазіргі кезде табысы жоғары адамдар пропорционалды түрде аз төлейді. Әлемдік тәжірибеде табыс деңгейі бойынша шектеу еш жерде қолданылмайды. Нәтижесінде МЭМС жарналарының мөлшерлемелерін регрессивтік салық салудан бірыңғай шкалаға көшіретін боламыз. Үшіншіден, 24 жылдың 27 ақпанында мемлекет басшысы жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігін арттыруды және халықтың осал топтарының жекелеген санаттары үшін жергілікті бюджеттен медициналық сақтандыру жүйесіне аударымдар жүргізуді тапсырған болатын. Бұдан басқа, жергілікті атқарушы органның жұмыссыздық деңгейін төмендету және халықты жұмыспенен қамтуға жәрдемдесу үшін тікелей жауапкершілігін ескере отырып, ресми тіркелген жұмыссыздар үшін МЭМС жарналарын төлеуге шығыстарды жергілікті бюджеттерге жүктеу көзделген.
Осылайша заң жобасында жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмыссыздар менен халықтың осал топтарының азаматтары үшін МЭМС жарналарын төлеу көзделіп отыр. Осы шаралардың есебінен 26 жылы МЭМС жүйесі менен қосымша 1 миллионға астам адам қамтылады деп күтілуде. Бұл бастаманың басты міндеті ұлттың жалпы денсаулығы мен әл-ауқатын арттыру болып табылады. Бұл механизм жарналардың түсуіне қарамастан қордың тарапынан Д және Е тұлғаларына ай сайын сақтандыру мәртебесін беруді көздейді. Әкімдіктер жарналардың төленуін осы адамдардың медициналық көмекке жүгінген сәттен бастап, күнтізбелік жылдың соңына дейін жүзеге асыратын болады. Аталған санаттағы тұлғаларды анықтау, сақтандыру мәртебесін беру және сақтандыру жарналарын төлеу тетігі пысықталған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, өңірлер кескінінде ақпараттық жүйелерде сақтандыруға мәртебесін алуға құқығы бар және медициналық қызметтермен алған тұлғалардың тізімін қалыптастырып, жарналарды төлеуді қамтамасыз ету жолдары пысықталған. Жергілікті атқарушы органдарды және Е санаттары үшін есептеудің бірыңғай объектісі бойынша тоқталатын болсақ, өңірлердегі орташа айлық жалақы деңгейінің айтарлықтай айырмашылығы бар. Мысалы, 23 жылы Атырау облысында орташа айлық жалақысы 557 мың теңгені, ал солтүстік Қазақстанда 237 мың теңгені құрап отыр. Бірыңғай республикалық орташа айлық жалақыны қолдану нақты көріністің бұрмалауына әкеледі деп есептеп отырмыз. Яғни жалақысы төмен өңірлерде бұл жергілікті бюджеттердің артық міндеттемелеріне, ал экономикалық күшті өңірлерде төмен жүктемеге әкелуі мүмкін. Бұл қаржылық жүктемені бөлудің объективтілігі менен тепе-теңдігін принциптерін бұзады деп ойласудамыз. Осыған байланысты өңірлік орташа айлық жалақы пайдалану нақты өмір сүру жағдайларын және нақты салалардағы халықтың табыс деңгейін дәлірек ескеруге мүмкіндік береді деп отырмыз. 2027 жылдан бастап республикалық бюджет қаражаты есебінен төленетін МЭМС-ке мемлекет жарналардың мөлшерлерімен біртіндеп арттыру көзделген. Осылайша 2015 жылы Қазақстан Республикасының МЭМС туралы заңның бірінші редакциясында белгіленген бастапқы қаржы моделіне ішінара оралуды бастаймыз. Заң жобасында мемлекет жарналарының мөлшерлемелерін 27 жылдан бастап 37 жылға дейін кезең-кезеңімен 3%-ға, яғни 2%-дан 5%-ға арттыру көзделіп отыр. Қосымша жинақталған қаражат көлемі белгілі бір шамада денсаулық сақтау жүйесінің шығындарын МЭМС жүйесі арқылы белгілі бір деңгейде қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Алайда оның жыл сайын өсудің басты себептеріне тоқталсақ, бұл халықтың санының 10%-ға өсуі, оның ішінде қарт жастағы азаматтар санының соңғы 5 жылда 9%-ға өсуі. Және де осы салдарынан аурушаңдықтың деңгейінің 9%-ға өсуі орын алуда. Құрметті депутаттар, сіздердің ұсыныстарыңыз бен ұстанымдарыңыздың арқасында заң жобасының негізгі ережелері күшейтіліп, оның теңгерімді және қаржыландырудың сақтандыру моделіне көшу кезінде медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз етуге ықпал тигізді. Осы заң жобасын қараудың барлық кезеңдерінде бейінді комитетке көрсеткен қолдауларыңыз үшін ерекше алғысымды білдіремін. Жоғарыда айтылғандарға байланысты МЭМС реформасы бұл тек қажеттілік емес, сонымен қатар стратегиялық басымдық екені анық. Құрметті депутаттар, осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Алғашқы сұрақ беретін депутат Әшімжанов Жанарбек Садықханұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға арналады. Құрметті Ақмарал Шәріпбайқызы, заң жобасында сіз алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметтерін кепілдендірілген тегін медициналық көмек пакетінен алып тастау туралы ұсынасыз. Министрліктің ақпараты бойынша бізде шамамен 3,3 миллион адам сақтандырылмаған азаматтар қатарында. Мұндай жағдайда олар емханаларда медициналық көмек ала алмайды. Азаматтардың конституциялық кепілдіктерін сақтау мақсатында депутаттар азаматтар үшін медициналық көмекке алғашқы жүгінген кезде тегін медициналық көмек көлемінде медициналық қызметтерді, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу, диагностикалау және емдеу жөнінде қызметтерді сақтау ұсынды. Сіз бұл ұсыныспен келісесіз бе? Әлеуметтік маңызы бар аурулардың тізбесіне кірмейтін азаматтарға, мысалы қант диабеті, немесе қамқоршылық жеткіліксіздігі бар пациенттерге қалай көмек көрсетіледі? Рахмет. Рахмет сұрағыңызға, құрметті Жанарбек Садықханұлы. Бұл мәселені біз егжей-тегжейлі осы жұмыс барысында сіздермен бірлесе отырып талқыладық.
Ең бастысы осы бастапқы медико-санитарлық көмекте көрсетілетін базалық пакеттің ішіндегі қызметтерді анықтап, тиісті қаражатты белгілеп, бүгінгі таңда үкімет тарапынан тиісті қолдау тапты. Премьер-министрдің атынан Сенат мәжіліс төрағасына тиісті қолдау хаты тапсырылған болатын. Сондықтан біз екінші оқылымға дейін бұл мәселені толығыменен пысықтап, заң аясында қарастыратын боламыз. Депутат Сәрсенғалиев Нартай Аралбайұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым денсаулық сақтау министріне, құрметті Ақмарал Шәріпбайқызы. Енді мәміске қатысты өзіңіз қоғамның пікірін, хан-сынын жақсы білесіз. Себебі әу бастағы жүйе жолынан жаңылысып кеткенін бәріміз де біліп отырмыз. Енді мінекей осы заң жобасымен біз осы қателіктерді түзетуіміз керек. Сондықтан осы бағытта сіздерге біз нақты екі ұсыныс айтқан едік. Соған қатысты сіздің нақты пікіріңізді білгіміз келеді. Бірінші, қазір осы мәміске қаражат төлеп келген азамат қандай да бір мәселелерге байланысты мәміске қаржы төлеу қабілетінен айырылып қалатын болса, ол азамат тек қана алдағы 3 айда ғана осы мәміс жүйесі бойынша медициналық көмек алады. Одан кейін қайда барсаң онда бар, қайдан ем тапсаң онда бар, тастаймыз да кетеміз. Енді біз ұсыныс айттық. Жылдар бойы мәміске қаражат аударып келген азамат қандай да бір жағдаймен жұмыссыз қалды ма, басқа болды ма, мәміске қаржы аудару қабілетінен айырылса, кемінде 6 ай медициналық көмекті алып тұрсын осы мәміс жүйесінде дедік. Осыған сіздің пікіріңіз керек. Екінші, біз мәміске азаматтарды қаржы аударуға ынталандыруымыз керек. Сол мақсатта екінші ұсынысты айттық. Яки азамат мәміске қаражат аударса, сол аударған қаражатының 15%-ын арнайы қорға жіберіп отырсақ, және азамат сол ақшасын, арнайы қорға аударылған ақшасын мәміске кірмейтін стоматология, басқа да бір медициналық қызметтерді алуға пайдаланса дедік. Осы екі ұсынысты бұған дейін де айттық, заң таныстырғанда да айттық, комитеттің талқылауында да айттық. Осы нақты екі ұсынысқа өзіңіз ведомство басшысы ретіндегі пікіріңіз қажет. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға, құрметті Нартай Аралбайұлы. Бірінші сұраққа байланысты денсаулық сақтау министрлігі өз тарапынан оң қорытынды берді, толығыменен қолдайды. Себебі шын мәнінде де бүгін неше жыл төлесе де 3 ай төлемей қалған кезде мәміс жүйесінен шығып кететін жағдайлар болып жатыр. Осыған байланысты 60 ай үздіксіз мәміс жүйесінде тиісті деңгейдегі статусы бар азаматтарға осыны 2 есе көбейтуге, яғни 3 айдан 6 айға дейін біз өзіміздің келісімімізді бердік. Сіздерге рахмет. Екінші мәселе ынталандыру, жеке жинақтау, счетін ашу әр азаматқа. Шын мәнінде де халық тарапынан да, бүгінгі таңда депутаттар тарапынан да сұранысқа өте норма болып табылады. Сонымен қатар бүгінгі таңда үкімет тарапынан тиісті қорытынды беріліп отыр. Негізі концептуалдық түрде бұл норманы біз қолдаймыз. Қажет норма, себебі бұл азаматтарымызды өздерінің денсаушылығына, жауапкершілігін одан әрі арттырады деп күтілуде. Осыған байланысты біз тиісті есептерді қазір жүргізуіміз керек. Осыған байланысты бұл норманы қолдай отырып, алдағы уақытта осы норманы әрі қарай пысықтау үшін сіздермен бірлесе отырып жұмыс атқаратын боламыз. Депутат Абенов Мурат Абдулламитулы. Рахмет. Акмарал Шарипбаевна, знаете, мы этот закон поддерживаем. На самом деле, давно надо было навести порядок в работе ФОМСа. С депутатом Базарбековым 22 поправки дали по усилению ответственности, прозрачности работы фонда. Но вот здесь возникает вопрос, насколько это все будет эффективно. Можно хорошие законы принимать, но если они исполняться не будут на уровне министерства или ФОМСа, смысла нет. Вот я хочу привести пример непрозрачности. Да? ФОМС сам проверяет, сам выделяет деньги, сам заключает договоры и сам принимает решение, в конце, что делать с нарушителями. В конце концов, многие вопросы нарушения остаются не в поле зрения, вот, в том числе Министерство общества. Если бы не Высшая аудиторская палата, мы бы не знали, что миллиарды разворовываются. И вот пример хочу привести. Депутат Бахчан Базарбек недавно озвучил 2 цифры, да, помните, 199 миллионов тенге одна поликлиника в Астане излишних получила те функции, которые не должна была осуществлять. Вторая поликлиника 218. И вот оказалось, что просто им сделали как будто дефект, легкое такое нарушение. Деньги у них до сих пор. Кто-то возвращает, кто-то нет. Почему так? В другой сфере это считается воровством.
Это уголовное преступление. Почему счеты не арестованы? Почему эти поликлиники продолжают оказывать услуги? А получается, наоборот, на нашего коллегу Бахчан Базарбековича публичное давление оказывает. Вот вы вчера ответили СМИ, что министерство здесь в стороне. Почему в стороне? Почему до сих пор не передали это дело в правоохранительные органы? Бывший руководитель ФОМС, который подписал акты и ничего не сделал, чтобы вернуть, просто ушел с должности. Почему не привлекаются к ответственности? Я вот увидел там 12 просто дисциплинарных проступков. Это же неправильно. Что вы собираетесь делать сейчас? Спасибо большое, Мурат Абдулмович, за вопрос. Действительно, все нормы, которые вы предложили с Бахчан Жумабековичем, мы совместно отработали. Сегодня они находятся на заключении правительства. 8 государственных органов сегодня должны дать свое заключение, поэтому это в процессе. Что касается 321 приказа о пересмотре кодов дефектов и вывода отдельных дефектов, которые связаны с приписками, в другую зону ответственности, мы эту работу уже начали. Это была тоже одна из инициатив, которая прозвучала в стенах парламента. Помимо этого, что касается справки Высшей аудиторской палаты и по рекомендациям ВАПа, сегодня поставлен график погашения, частично средства возмещаются со стороны этих организаций. Помимо этого, системные меры были приняты при закупе услуг на 2025 год. В 2024 году 1390 организаций были в ручном режиме полностью промониторированы по рекомендациям Высшей аудиторской палаты. И из них порядка 160 медицинских организаций, в которых были выявлены нарушения, были переданы в Комитет медицинского фармацевтического контроля вплоть до отзыва лицензии. Что касается системы анализа и мониторинга, сегодня фонд перестраивает свою работу, и с 1 июля 2025 года внедряется система автоматизированного дефектования. Это единая система оплаты медицинской помощи, которая позволит с текущих 0,91% охвата мониторингом услуг довести в автоматизированном режиме до 100%. Поэтому это будет контроль как со стороны фонда, и, конечно же, это будет дисциплина со стороны самих медицинских организаций. Поэтому вопросы распределения, автоматического распределения объемов медицинской помощи через мониторинг, мы их в прошлом году начали и продолжим. Депутат Базарбек Бахчан Жумабекұлы. Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Акмал Шарипальевна, у меня к вам два вопроса маленьких. Как так получилось, что отчетность по финансовым средствам, которые сдает ФОМС, не относится к вообще финансовой отчетности? И, по сути дела, у фонда обязательного медицинского страхования, не ведется финансовая отчетность по закону. Отсюда уже приписки, отсюда всякие там дефекты и другие завуалированные факты хищения. Это не мое мнение, Акмал Шарипальевна, это заключение Высшей аудиторской палаты. Что интересно, ВАП, он ссылается на приказ Минздрава от 16 августа 2017 года, который противоречит закону. Вы 6 февраля пришли, практически еще ничего не сделали, не отменили этот приказ, не изменили этот приказ. Вот первое. Второй вопрос. Мурат Абдулмович, мой коллега, четко ясно отметил, вот перед вами вот источник коррупции в фонде обязательного медицинского страхования. Это приказ ДСМ 321 от 24 декабря 2020 года, который создает коррупционные риски, хищения, факты. Я знаю, что не вы принимали этот приказ, но 6 февраля вы пришли как министр. Вы должны были поменять, изменить, внести изменения. Это не наши полномочия, это ваши полномочия как министра. Тем более, будучи как сенатор, вы часто критиковали именно этот приказ. Что интересно, вы в ответе Мурату Абдулмовичу четко говорите, что лишаем лицензии, направляем материалы. А по моей информации, из заключения Высшей аудиторской палаты, там десятки ТО, которые грубо нарушили требования законодательства. Ни одно ТО не было лишено лицензии. Не были применены жесткие меры. Вот ответьте на этот вопрос. Спасибо большое. И когда вы вообще этот приказ собираетесь отменить? Вот этот приказ ДСМ 321 24 декабря 2020 года. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, уважаемый Бахчан Жумабекұлы. Действительно, проблема, которую вы поднимаете, это системные проблемы. Мы тоже заинтересованы в повышении прозрачности и отчетности как фонда, так и самих медицинских организаций.
Что касается 321 приказа, мы его отменять не будем. До 1 июля мы внесем изменения, о которых вы поднимали вопрос, и выведем вот эти дефекты 5.0, в том числе из общего количества дефектов, для того, чтобы передавать по ним соответствующие органы материалы. Поэтому эта задача будет в рамках 321 приказа решена. Что касается отчетности по финансовым средствам, не относящимся к финансовой отчетности, приказ, о котором вы говорите, до второго чтения, я думаю, мы его тогда еще раз просмотрим и отработаем. Значит, что касается всех рекомендаций Высшей аудиторской палаты, соответствующие материалы были направлены. Мы поднимали тоже со своей стороны материалы, которые были отправлены и в Генеральную прокуратуру, в областные прокуратуры. Не всегда обратная связь с нашей стороны была активная, но сегодня этот вопрос мы на контроль взяли. Спасибо большое. Депутат Базарбек, екінші рет микрофон қосыңыздар. Акмарал Шарипаевна, я тоже просто не сижу, я тоже запрашиваю информацию. В Минздраве запросил, в ФОМСе запросил, в Генеральной прокуратуре. У меня очень большой талмуд материалов. Ваши слова и эти данные совершенно отличаются. Навскидку скажите мне, пожалуйста, из заключения Высшей аудиторской палаты, сколько ТО, не называйте это ТО, нынче это опасно, сколько ТО были лишены, то есть направлены на лишение лицензии, потому что это вы лицензиар, вы лишаете лицензии. Вот навскидку скажите, пожалуйста. Потому что 4 по 4 филиалам ВАП сделала рекомендацию о лишении лицензии. По данному вопросу я, если решите, после совещания к вам подойду, полностью с исчерпывающей информацией, мы еще раз по всем вашим предложениям. А я знаю, никакое ТО не было лишено лицензии. Вы просто оштрафовали, мягко сказать, погладили их. Спасибо. Спасибо большое. Депутат Зайд Ринат Рифхатұлы. Рахмет, құрметті төраға. Заңның жалпы өзі ауқымы ауыр болғандықтан осындай көп сұрақтар туындайды, көп дау туындайды. Сондықтан Ақмарал Шәріпбайқызы сізге бұл жұмыста қажыр тілеймін, төзім тілеймін. Заңның жобасында бізде мына жерде науқастың өміріне қауіп төнген жағдайда ғана шұғыл тегін медициналық көмек алынады деп қарастырылған. Осы жерден сұрақ туындайды. Бұл іс жүзінде қалай асады? Мысалы, туралып кетсе адам тұмаудан өліп қалуы мүмкін. Құдай бетін ары қылсын. Бізде Алматыдағы хирургия институтынан бастап, мына ПІП-тің ауруханасына дейін қате диагноз қойған фактіні мен сізге айтып та жүрмін, беріп те жүрмін шағымдарды. Енді осындай тармақ қазір жергілікті атқарушы солар жауапты болатын болса, солар анықтайтын болса, өміріне қауіп төнген ауқымын қайтадан сол теріс диагноздерге көбейіп кетпей ме? Өтірік диагноздер өте қауіпті ғой. Мысалы, кейде жасыратын жоқ, облыстарда статистика бұзбаймыз деп диагноз қоймай қоятындар да бар. Оны сіз де жақсы білесіз. Қалай болады? Бұл іс жүзінде қалай асады? Осы қызық болып тұр маған. Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, қазір нақты кейс Семейде бір жігіт жүр, бір көзі мүлдем көрмейді, екінші көзінің көрмей қалуына сәл-ақ қалды. Мәмісте жоқ, ешқайда жоқ. Соны не деп айтайын? Сонымен үкімет тастап кетті, екі көзің көрмей қалады деп айта саламыз ба? Осындай тетіктер неге қарастырылмай жатыр? Рахмет. Үлкен рахмет сұрағыңызға, құрметті Ринат Рифхатұлы. Шын мәнінде де үнемі өте өткір мәселелерді көтеріп жүресіз. Салада кемшіліктер жоқ емес бар. Бірақ енді мына бірінші сұрағыңызға байланысты шұғыл жағдайда ғана көмек көрсетіледі деген мәселені жіктеп айтып кетсем, біріншіден жедел жәрдем қызметіне байланысты бұның ешқандай қатысы жоқ. Жедел жәрдем қызметі қалай көрсетілді 4 категория бойынша солайменен барлығы қалады. Барлық халыққа қолжетімді болады. Бұл жерде мәселе жоқ. Біз бүгінгі таңда ауруханаға жатқызу мәселесін, яғни аурухананың қабылдау бөлмелерінде осындай ауруханаға жатуға байланысты көп сұраныстар болып жатады. Бұл жерде енді нақты сұранысқа ие болған жағдай, өміріне шын мәнінде де қауіп төніп тұрған жағдайларды сараптап бөлек шығардық. Бұл енді халықаралық негізі тәжірибе, осыған байланысты тиісті тізім болады. Енді сол тізім бойынша нақты өміріне қауіп төніп тұрған жағдайда шын мәнінде стационарға жату керек болады. Ал кейбір кезде бізде стационарлық көмектің емхана деңгейінде
өзінің емін алып, сол жерден жазылып кетуіне болатын диагноздардың барлығын тәулік бойы ауруханаға жатуға келіп жатады. Осыған байланысты соны жіктеп қоюға арналған норма. Баққожаев Ана Сахатұлы. Депутат Баққожаев Ана Сахатұлы. Көп рахмет. Менің сұрағым Ақмарал Шәріпбайқызына. Біріншіден рахмет. Өткен жолы ауыл медицинасы бойынша талай ұсыныстарымызды талқыладық. Жеке сізге рахмет айтамыз. Енді бізде Қазақстанда мәмстік жүйеге әлде өкпе назы бар адамдар өте көп. Соның негізгі екі себебі бар. Мен сізге соны айтайын. Бірінші себебі былай. Халық айтады, мен емханаға келген кезде дәрігерге барардың алдында терапевтке неге мен баруым керек? Қайта-қайта терапевтке адам көп. Неге бір ғана есік арқылы кіру керек деген мысалға мәселе көтереді. Енді біз сізбен бірге түсінеміз ғой. Мысалға өкпесі ауырса, кеудесі ауырса, ол жүректе болуы мүмкін. Өкпеде болуы мүмкін мысалға. Ол егер тікелей ана пульмонологқа кетсе, ол қайтадан барып ана кардиологқа кетуі мүмкін. Сол үшін бір есік қылып қойды мысалға, терапевт қылып. Ол бірінші мәселе. Бұл халық арасында әлде түсінбей жатқан тұстары өте көп. Екінші, мына сақтандыру жүйесі. Бізде сақтандыру жүйесінің табиғаты бар ғой. Мысалға 100 адам ақша төлейді, 100 адамның біреуі ауырады, қалған 99-ның ақшасы сол бір ауырған адамға кетеді. Бұл сақтандыру табиғатының принципі. Бірақ бізде халық арасында мынандай әңгіме бар. Біз неге жинаған ақшамыз, мен егер ауырмасам, неге сол ақшам келесі жылға көшпейді дейді. Ол деген сақтандыру жүйесіне келмейтін дүние ол. Тіпті келмейтін дүние. Міне қарасаңыз, бұлай қарапайым нәрсе. Біз неге соны дұрыстап ағарту, түсіндіру жұмыстары неге қолға алмаймыз, мен осыны түсінбеймін. Неге фомсын демейді? Ақшалары бар, жарайды министрлік, ақпарат министрлігі жүргізетін де шығар, бірақ фомстың ақшасы бар ғой. Неге осы фомс түсіндіру жұмысын жүргізбейді? Неге осындай қарапайым сұрақтарды біз халық арасына неге оны алып тастамаймыз күн тәртібінен? Рахмет. Рахмет сұрағыңызға, құрметті Ана Сахатұлы. Екі мәселеге байланысты да бүгін жұмыс жүріп жатыр. Бірінші, емханалардағы дәрігерлерге жүгіну кезінде тар буынды мамандарға міндетті түрде жалпы тәжірибелі дәрігер арқылы өту тәртібі негізі дұрыс тәртіп. Ол да дәрігер. Оның енді біліктіліктеріне байланысты сұрақтар бар. Бірақ соның ішінде біз былтыр осы тікелей дәрігерге, тар буынды дәрігерге көрінетін жаңағы себептерді көбейттік. 8-ге дейін жеткіздік. Соның ішінде мысалыға офтальмологқа, немесе кожвенерологқа, сондай травматологияға екі бастан сөйтіп жаңағы дәрігер, жалпы тәжірибелі дәрігер арқылы өтетін жағдай бар. Сонымен қатар диспансерлық есептегі тұратын біздің науқастардың көбісі осы қосымша кардиологқа немесе эндокринологқа бару керек кезде тағы да терапевтке жүгінеді деген көп сауалдар түсетін тұғын. Осыған байланысты тиісті бұйрықтарға өзгеріс енгіздік. Динамикалық бақылауда тұрған науқастардың барлығын біз алдын ала шақырып, тікелей өздеріміздің тарапымыздан науқасты күтпей, тар буынды мамандарға кезек беруге бүгінгі таңда жол ашып, жаңа ереже енгіздік. Екінші мәселе, сақтандыру жүйесін, ақпараттандыру жүйесіне байланысты. Осы жерде шын мәнінде проблема бар. Біз бүгінгі таңда МЭМС қорыменен бірлесе отырып, жаңа медиа жоспарды дайындап жатырмыз. 12 майдан бастап осы жұмысты бастаймыз. Келесі қысқа нақты сұрақ қоятын депутат Сайыров Ерлан Бияхметұлы. Рахмет. Вопрос к министру и представителю ОСМС. Ко мне массово обращаются рядовые врачи. Они все жалуются на низкие тарифы и бюрократию. Один только пример. Тариф ОСМС на операцию на аппендицит стоит 165 тысяч тенге. Внутри этой суммы рассчитан каждый шаг, анализ, диагностика и так далее. Если даже операция проведена успешно, ОСМС все равно отдирает определенную часть денег и не выплачивает всю сумму. Мало того, врачи вынуждены сидеть, считать, суммировать и сводить. В Германии операция на аппендицит стоит 7000 евро и никакой бюрократии. Теперь вопрос. В рамках этого законопроекта какие меры предусматриваются для повышения тарифа и снижения документооборота в системе ОСМС? Спасибо.
Уважаемый Ирлан Бедахметович, спасибо большое за вопрос. Действительно, сегодня рядовые врачи знают наизусть все тарифы. Конечно, этого не должно быть. Да, задача врачей сегодня лечить. Но вопросы тарифообразования являются действительно актуальными. В прошлом году мы поэтапно пошли на увеличение тарифов. И, в частности, подняли тарифы в службе родовспоможения. Это дало свой эффект, не только экономический. Фактически все медицинские организации родовспоможения по итогам 2024 года вышли из многолетних долгов. Более того, это дало нам снижение перинатальной смертности и в целом младенческой смертности. Поэтому эта работа будет продолжена. В рамках данного законопроекта, как я уже сказала, в заключении Республиканской бюджетной комиссии прописано, что те средства, которые будут высвобождаться по мере оптимизации ГУБМП и передачи услуг в пакет УСМС, будут направлены на повышение тарифов. И это порядка 130 миллиардов тенге, которые ежегодно будут направляться, начиная с 2026 года, на индексацию и на увеличение тарифов. Что касается линейной шкалы, о которой вы говорите, что дефектует и так далее, мы фактически в течение ближайших 1,5-2 месяцев полностью должны поменять систему дефектования по линейной шкале. Сейчас председатель фонда сказал, что будет меняться механизм оплаты и мониторинга, то есть будет идти вначале оплата, чтобы не было задержек, после этого проводится мониторинг. Сам мониторинг будет, сегодня он вначале срезает линейной шкалой завышенный объем, после этого продолжает дефектовать и накладываются таким образом двойные так называемые штрафные санкции. И, конечно, есть определенная несправедливость со стороны фонда. И сегодня медицинские организации этот вопрос поднимают. Поэтому будет вначале дефектование, после этого будет срезаться линейная шкала. Линейную шкалу мы в прошлом году отменили полностью по приемным покоям, по организациям родовспоможения внутри многопрофильных стационаров. То есть это такие системные вопросы, которые требуют времени. Но я думаю, что вот с 1 июля этого года мы все вопросы дефектования и несправедливого обложения, как считают практическое здравоохранение, будут поэтапно решены. Спасибо. Сөз депутат Базарбек Бахытжан Жумабекұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Джаханула. Уважаемые коллеги, рассматриваемый законопроект по совершенствованию УСМС чрезвычайно важен для наших простых граждан, так как граждане перестают верить в честность и правдивость системы УСМС. Граждане перестали верить, что УСМС – это защита каждого гражданина. Граждане больше верят, что посредством весьма законодательной неурегулированностью прикрепления населения или запутанной схемы по выявлению нарушений при оказании медицинских услуг некоторые чиновники фонда контролируют огромные финансовые потоки и недобросовестно ими распоряжаются. Есть уверенное чувство, что на УСМС наживаются, и это мнение не только наших граждан, это мое субъективное мнение как юриста, как депутата, как гражданина. Этим законопроектом мы хотим вернуть государственный контроль и надзор в ведении Комитета фарм и медицинского контроля Минздрава над деятельностью фонда. Почему мы хотим усилить Минздрав, чтобы он контролировал ФОМС? Потому что за все эти 20 лет под предлогом дебюрократизации или якобы подведения под стандарты Doing Business у Минздрава убрали все контрольные и надзорные функции. Обеззубив Минздрав, тогдашние горе-чиновники во власти отдали контроль над финансовыми потоками и за качеством медуслуг самому ФОМСу. Другими словами, сложилась противоречивая ситуация сродни правовому маразму. ФОМС никто не контролирует, и в этих условиях он сам распоряжается гигантскими деньгами, выделенными на ГУБМП и ОСМС, и сам ФОМС проверяет и наказывает неугодных. Вот так родились хитрые схемы по принудительному закреплению населения за медорганизациями без согласия самого гражданина. Вот так родилась идея сокрытия фактов мошенничества под видом дефектов на уровне приказа Министерства здравоохранения. В условиях абсолютной власти ФОМСа последний превратился в монстра, которого сложно обуздать. Мы сами создали этого монстра, пожиратели государственных средств УСМС, эффект от деятельности которого никоим образом не сказывается на здоровье нации. ФОМС превратился в очаг логово для коррупции и хищений.
Даже после государственного аудита Высшей аудитской палаты ВАП деятельность фонда и его 4 филиалов вместо уголовной ответственности, дисциплинарной ответственности привлекли 12 должностных лиц ФОМСа. Возникает резонный вопрос. Хорошо устроились. Хищение прикрываете дефектами, не передаете правоохранительным органам, а если наказываете, то дисциплинарно, так сказать, предупреждением или выговором. Соответствует ли эта политика озвученным президентом? Закон и порядок. Как быть с деньгами народа, которые вы на бумаге и по единому коду-классификатору дефектов оцениваете как дефект 5.0 или дефект 3.0? Взгляните только на факты. По заключению Высшей аудитской палаты за неэффективное использование бюджетных средств на оплату медуслуг коммерческих субъектов и амбулаторного лечения неэффективное использование средств составило 30 миллиардов 612 миллионов тенге. Или неэффективное планирование бюджетных средств по нацпроекту развития сельского здравоохранения почти на 500 миллионов тенге. А по Астане неэффективное использование средств составило 4 миллиарда 360 миллионов тенге. Установлена оплата 11 медицинским организациям за медуслуги по непредусмотренной бюджетной заявке по медицинским профилям на 438 миллионов тенге. Сумма завышенных объемов оказания услуг на сумму 1 миллиард 401 миллионов тенге. Двойная оплата по офтальмологическим услугам составила 1 миллиард 747 миллионов тенге. Это 2 миллиона 535 тысяч услуг. ВАП проверила только 4 филиала ФОМС, и мы не знаем, что творится вообще в других регионах. Я просто назову факты. В фонде установлены факты в 4 регионах страны, где передают население частным медицинским организациям, недопущенным по итогам процедуре прикрепления выбора поставщика услуг. И что интересно, в этой схеме участвует управление здравоохранения, которые передают территориальные участки этим коммерческим медицинским организациям. То есть людей не спрашивают и принудительно закрепляют население к конкретным медицинским организациям. И почти живут в шоколаде. По сути, возвратом контрольных и надзорных функций Минздрава мы сможем взять под контроль деятельность фонда. По мне, учитывая степень латентного хищения и коррупциогенности, деятельность фонда в легкую может обойти также такие сферы, как госзакупки, таможня, налоги, земельные отношения и строительство. Мы с депутатом Муратом Абуловичем Абеновым и Ириной Смирновой внесли соответствующие поправки по возврату контрольных функций, надзорных функций. Также очень многие поправки внесли. Мы надеемся, Ахмарал Шарипаевна, вашу поддержку мы сейчас ощущаем, но все-таки на те вопросы, которые вы не смогли ответить, я надеюсь, получу ответ. И мы надеемся, что в интересах людей, в интересах народа мы получим хороший законопроект. Рахмет. Сөз депутат Рахымжанов Асхат Нурмагамбетұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаты от ОСДП не встречали еще ни одного гражданина, который был бы удовлетворен качеством обслуживания в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Возможно, ОСМС и задумывалась как гарантия доступной и качественной медицины для каждого казахстанца, но практика показала, что обязательное медстрахование превратилось в систему бюрократических барьеров и скрытых платежей. Медицина сейчас напоминает наркомана с его постоянным требованием новой и все большей дозы. Не нужно далеко ходить. На сайте фонда медстрахования сообщается, что с начала текущего года принято уже более 8 тысяч жалоб от граждан. А сколько казахстанцев не стали тратить драгоценное время и зарабатывать новые болячки на нервной почве, а попросту пошли в частные клиники или официально переплатили медикам, чтобы получить то, что им гарантировано Конституцией и иными законами. Наверняка не вошедших в официальную статистику куда больше граждан. У граждан стабильно удерживают немалые суммы из честно заработанных денег, у кого-то из 2-3 источников дохода, а в результате, когда им нужно получить помощь, они получают отказ, либо сталкиваются со значительными трудностями. Практически каждый из нас, если не сам сталкивался, то слышал о подобном. Или месяцами, а то и годами ждите очереди, допустим, на квоту, или оплатите в кассу и вас прооперируют прямо сейчас. Так вот звучат. Где логика? При этом в системе воруют миллиардами, а цены на медуслуги неустанно растут. Простите за откровенность, но сегодня у многих казахстанцев врачи ассоциируются не с помощью и облегчением, а с недоступностью и дополнительными трудностями. Можно с уверенностью сказать, что отдельные медики превратились в вымогателей в белых халатах. ОСДП много раз поднимала эту проблему. Члены нашей партии даже проводили эксперимент. Я это озвучивал.
Насколько доступна казахстанская медицина законопослушным гражданам, и его результаты разочаровали? А в ответ на наши запросы в Минздрав мы получаем стандартные отписки. И мы не слышим, не видим и не читаем, что давайте вместе поработаем, отработаем эти моменты. Министерство здравоохранения традиционно отчитывается об успехах, но казахстанцы не разделяют этого оптимизма. Фракция Общенациональной социал-демократической партии категорически против нынешнего положения дел в медицине и, в частности, системы ОСМС. Мы считаем, что эта система должна быть или упразднена, или заморожена, пока не будут решены все проблемы, о которых сегодня говорили депутаты и с которыми сталкиваются наши казахстанцы. Сегодня в Казахстане все платное, за исключением разве что среднего образования. Поэтому мы считаем, что хотя бы медицина в нашей стране должна быть бесплатной. Спасибо за внимание. Ауылдық жерлерге баратын дәрігерлерге 8,5 миллион теңге бөлу жөнінде біз көтерме ақы төлеу жөнінен заң қабылдадық қой былтыр. Ол дәрігерлердің тапшылығын төмендетуге немесе болашақта жоюға бағытталған норма. Сол орындалмай жатыр дегенді мысал үшін жаңа депутат Сабильянов көтеріп отыр. Мен үшін жаңалық ол неге заң орындалмай жатыр. Ақмарал Шәріпбайқызы осыған назар аударыңыз. Асхат Қанатұлы, сіздің комитетте осыны талдап, талдауын маған жеткізіңіз осы мәселе бойынша. Бұл заң орындалу керек, себебі ауылдық жерлердегі ең үлкен мәселе ол дәрігерлердің тапшылығы мәселесі бүгінгі күндегі. Олардың бәрі біздің ауылдағы адамдарымызды қалаға, аудан орталықтарына сенделтіп қоямыз. Көп жерлерде бізде тапшылық бар. Оның біз заң бойынша шештік, бірақ орындалмай жатыр дегені бүгінгі бұл біз үшін үлкен жаңалық. Сондықтан мәселені дұрыс көтеріп отыр деп ойлаймын. Ақмарал Шәріпбайұлы, осы бойынша ақпарат беріңіз болашақта. Құрметті әріптестер, сонымен барлық депутаттық сауалдарымызды жариялап болдық. Мәжілістің жалпы отырысы жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.